Сәлем достар, бүгін сіздермен қышқылдар және негіздер тақырыбында сабақ өтетін боламын. Бізде бұл тақырыпта біз қышқылдардың не екенін, негіздердің не екенін және оларды қалай айыру керек екенімізді, онымен қоса олардың физикалық, химиялық қасиеттерін ажырата алатын боламыз. Кеттік, бастаймыз. Қышқылдар және негіздер, химияның негіздері. Химияның ең маңызды және қызықты тақырыптардың бірі болып табылатын осы қышқылдар мен негіздер туралы білім алсақ. Бірінші сұрақ, бізде қышқылдар дегеніміз не? Бізде қышқылдар дегеніміз оның бірінші негізгі мысалдарын қарастырып өтейік. Тұз қышқылы. Тұз қышқылы ол формуласы бізде H-қышқылар. Одан кейінгі бізде күрт қышқылы. Ол бізде H2SO4. Үшінші мысал бізде азот қышқылы. Сірке қышқылы ол жазылмаған, бірақ сонда да жазып кетейін. Бізде осындай формулаға ие. Енді біз сіздер көріп отырғаныңыздай, әрбір қышқылдың ортақ бір қасиеті бар. Ол бізде осы сутек атомдары. Яғни бізде қышқыл ол сутек және белгілі бір қышқыл қалдығынан тұратын зат болып табылады. Яғни сутек пен қышқыл қалдығынан тұратын қосылысты біз қышқылдар деп атаймыз. Міне, мысал ретінде қышқыл қалдығы бізде ацетат болатын болса, оған біз сутек жалғау арқылы біз қышқылымызды аламыз. Қышқылдардың қасиеттеріне келетін болсақ, олар бізде ащы дәм береді. Олар тілде ащы дәм сезім туғызады, бірақ тікелей олардың дәмін татуға болмайды. Бізде қандай қышқылдар өте улы? Ол бізде тұз қышқылы, күрт қышқылы, азот қышқылы сияқты бұлар өте улы, өте уытты қышқылдар болып табылады. Оларды дәм татпақ түгіл, оларды адамның терісіне тиген кезде адам терісін күйдіріп жеп қою мүмкін. Одан кейін бізде индикаторлар деген зат бар. Индикаторларда қышқылдар бізде лакмус индикаторында қышқылды ортада қызыл түске айналады. Ал енді негіздер дегеніміз не? Оларды қарастыратын болсақ, мысалдардан бастайық тағы да. Натрий OH, гидроксиді натрийді, калий гидроксиді, кальций гидроксиді. Бұларға ортақ тән зат, әрине ол OH тобы. Яғни біз бұларды қалай айтсақ болады? Металл және OH гидроксид тобы. Бұл бізде гидроксид тобы. Қосындысын біз негіздер деп атайтын боламыз. Осы негіздер олардың ерекше қасиеттеріне бізде ащы жағымсыз дәм, бірақтан да қышқылдар сияқты негіздерді де мүлде дәм татуға болмайды. Лакмус индикаторында ол көк түске айналады. Сырғып тұратын құрылым тері мен көзге қауіпті. Күшті және әлсіз түрлері. Бізде қышқылдар мен негіздер бөлінеді. Олар бізде екеуі де күшті және әлсізге бөлінеді. Қышқылдардың күшті түріне келетін болса, жаңа айта өткен H-қышқылар, H2SO4, HNO3. Тұз қышқылы, күкірт қышқылы, азот қышқылы. Бұлар өте күшті қышқылдар болып табылады. Бұлар қатты әсер етуіне байланысты емес, оларды суда толық диссоциациялануына байланысты олар күшті қышқыл болып табылады. Одан кейін бізде әлсіз қышқылдар. Әлсіз қышқылдар олар бізде жартылай диссоциацияланады. Мысал ретінде белгілі бір ерітіндіні алайық. Оның құрамында сірке қышқылы бар. Сірке қышқылы суға тиген сәттен бастап, ол диссоциацияға түсе бастайды. Ол дегеніміз не? Ол белгілі бір заттың өзінен сутекті ажырату процесі. Сол сәтте ол 1 литр сірке қышқылы болатын болса, белгілі бір уақыт өткеннен кейін оның тек қана жартысы қана диссоциацияға ұшырайды. Бұл бізде әлсіз қышқылдарға жатады. Негіздерде де дәл солай. Олар
суда диссоциацияға түскен сәтте OH гидроксид тобы мен металл катион тобы бөлек диссоциацияланады. Және күшті негіздер, күшті қышқылдар сияқты суда толық диссоциацияға ұшырайды. Әлсіз негіздер, әлсіз қышқылдар сияқты жартылай диссоциацияға ұшырайды. Ал енді қышқылдар мен негіздердің реакцияларына келетін болсақ, қышқылдар да, негіздер де металдармен әрекеттесе алады. Бұл жерде бірінші қышқылдар мысалында келтіретін болсақ, ол көрсетілгендей тұз қышқылына біз мырышты қосу арқылы біз мырыш хлориді тұзын аламыз және сутек газын бөлеміз. Одан басқа екінші олар негіздермен де әрекеттесе алады. Ол бізде мырыш ауыспалы топ металы болуы тиіс, яғни металымыз. Оған біз негізді қосу барысында оны біз тұзға айналдырамыз. Екінші ол карбонаттармен әрекеттесуі. Карбонаттармен тек қана қышқылдар әрекеттеседі. Әрекеттескен сәтте карбонаттың орнын осы қышқыл қалдығын оны хлор келіп басуы нәтижесінде бізде кез келген қышқылдың тұзы түзіледі. Одан кейін су және көмір қышқыл газы бөлінеді. Үшіншісі нейтрализация, немесе қазақша айтқанда бейтараптану. Бейтараптану реакциясы. Бұл реакцияда бізде қышқыл мен негіз бір-бірімен әрекеттесу нәтижесінде тұз және су түзілуі бейтараптану реакциясы деп аталады. Оның қарапайым мысалы мінекей. Қышқыл ретінде біз тұз қышқылын алатын болсақ, негіз ретінде мықты натрий гидроксидін алатын болсақ, нәтижесінде натрий хлор асханада пайдаланатын ас тұзы және қарапайым су түзіледі. Одан кейін күнделікті өмірде бізде қышқылдар мен негіздердің қолданылуы. Қышқылдар бізде кездеседі асқазан сүтінде, яғни тұз қышқылы бізде асқазанымызға түскен тамақты қорытуға көмектеседі. Одан кейін сірке суы. Сірке суы ол бізде тағам дайындауда қолданылады. Біз күнделікті жеп жүрген нанымыз мысалға сірке қышқылы арқылы жасалады, және де басқа да тағамдар. Негіздерде бізде сабындар жасауда қолданылады. Оларға бізде натрий OH, осы екі затты айрықша атап өткен жөн. Осы екі зат сабындар жасауда қолданылады. Дәрі-дәрмектерде бізде магний гидроксиді, барий тұздары, осылар дәрі-дәрмек алуда қолданылады. Енді сабақты қорытындылайтын болсақ, теориялық маңызы қышқылдар мен негіздер ол химияның іргетасын, яғни фундаментін құрайтын заттар болып табылады. Негізгі ұғымдар. Оларды білмеу химия бағытын таңдап отқан оқушыға таяғы жоқ соқыр адам секілді. Практикалық қолдану барысында ол күнделікті өмір мен өнеркәсіпте қышқылда негізде тең мөлшерде өте кеңінен қолданылады. Қауіпсіздік мәдениетінде біз экологияны сақтау үшін осы қышқылдар мен негіздерді барынша мұқият және техникалық ережелерге сай қолдануымызға тиісті. Өйткені бұлар бізде суды, қоршаған экологияны зақымдау қаупі өте жоғары. Бүгінгі сіздерге сабақты жүргізген Асылбек Абай. Сабақты қарағандарыңызға көп рахмет.